Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Жақсылар ма? Міне кешегі бізде осы 30-ына электрокарымызды Алматы қаласына отып алды. Өте қуаныштымыз, арқамыздан бір тас түскендей болды. Енді ол кісілер келеді. Біздегі жаңалықтарымыз міне Араб елінен Ерекең бізде Араб елінен сол жақтың көріп, өз ағылшынша, арабша, қытайшаны бірақ білмейді. Сол елде ағылшынша сөйлесіп, осы бізге тапсырысымызға мынау су жаңа 0 пробегпен Mitsubishi Sport Montero дейді ғой. Бұның ескі кузовы да бар. Бұны бізге тапсырыс берген өшердегі Шымкент облысы, Түркістан облысының Созақ ауылынан. Құдай қаласа осы Созаққа барады. Ауылда ең айқайлап жүретін осы кісілер болады ғой енді. Ояқтың жолдары құм, қырсай, тау тумалақ. Оған как раз осы машина керек еді. Өзде ағалардың өздері де қуанып жатыр. Енді бұл машинаны айта кетейін десек, өте өзімізде көрдік, айдап, бірақ осы Шымкенттің жан-жағында ондай жерлер болмады. Құмға салып бір қинап, секіріп, сондай нәрселер жасайық дегенек. Ондай жер болмады. Құдай қаласа уақытымыз болып жатса, сол Созаққа барып, ағамен бірге өзіміз тест-драйв жасаймыз. Енді бұл туралы сіз өзіңіз айта кетсеңіз, ішіндегі сіз сол жақтан көрдіңіз, мен осы жаққа келіп таңғалып жатырмын өзім. 7 орындық, 360, полный комплектация. Мына жерінде даже су шашатын айдын бар екен. Обмыватель дейді, орысша. Люгі бар. Еще бұл рамымен екен да, мына жақта қарасаңыз. Өте керемет біздің елге. Ерке, өзіңіз енді қалай алдыңыз бұны, қандай болды, қандай қиыншылықтар болды, сол туралы айта кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, ағайындар, қалайсыздар? Медина Групп оқырмандары. Енді осы Mitsubishi Montero Sport көріп жатсыздар. Енді жаңадан шығып жатқан бұлар модернизированный, рестайлингі, жаңа поколениядан шыққан көліктер. Осы көліктер бізде таңдаған кезде өзіміздің клиентіміздер толығымен ақпараттың бәрін түсіндіріп айтып, яғни осы көліктер қазіргі уақытта өте сұраныста болып жатыр. Неге десеңіздер, бұл көлікке заманауи қазіргі уақытта барлық опциялар дейді ғой, мысалы бәрін енгізіп қойған осы көлікке, және осы көлік жол талдамайтын көлікке, яғни қаланың сырт жағынан бездорожье дейді, сондай жерге нағыз айдап осы айдайтын көліктің бірі негізі. Өйткені бұл көлік тек қана сырт жақ келбетімен модернизация жасалмаған, бұл жақта жаңа технологиялар бойынша өзінің жол талғамайтын жүру системасы жаңадан енгізілген, суперселект 2 дейді, сондай полностью енгізілген. Мына жақта қарап тұрсаңыздар да, мына енді заманауи сырт келбеті не дейді, фейслифт, мына жақта уже светодиодный оптика. Иә, дәл қазіргі уақытта мысалы японецтер, корейстер осындай оптиканы енгізіп кіргізеді. Яғни өте күшті болып көрінеді бұлардың, енді түнде де көріністерін көрсеңіздер. Енді мына жақ қарап тұрсаңыздар, көріңіз, Mitsubishi тек өзінің эмблемасы дейді ғой, бірақ осы эмблеманың артында барлық дистроник радар системасы енгізіліп қойған мына жақта. Көрдіңіздер ма? Және тағы да мына айта кететін нәрсе, камера 360 дейді ғой, қазіргі бұл да заманауи бір құрылғылардың бірі. Яғни сіз мына енді биік көлік болғаннан кейін сіз іште отырған кезде сіз айналаңызда 360 дейді, 360 градус деген сол жақтан полный спутник ретінде сияқты бір төбеден көрініп тұрады. Бірнеше кеше ұстайды бізде бұны мүйізге ма, ауылдағы? Иә, бұлар сияқты қасқырдың нелері сияқты шығарып қойған. Әдемілеп, енді мына жақта хромированный вставкалар ғой, енді фейслифт дейді ғой, қазір Mitsubishi-лар осыны новый линейка дейді ғой, осыны қазір енгізіп жатыр, бүкіл көліктеріне, рестайлингтеріне енгізіп жатыр. Енді мына жақта под европейский стандартына омывательдер белгілеп қойдыңыз ғой, өткен бізде европейский деп сөйлеп үйреніп қалған ғой. Сондайда енгізіп қойған, өткені бұлар производствосы Таиланд дейді ғой, мысалға. Көбісі сұрайды, Таиланд дейді да, мысалы Япония, Mitsubishi дейді.
ол Таиландта ол 71 жылдан бері ол жақта заводтары бар да, сол жақта. Сол заводта именно Таиландта енді ол жақта ана таулы аймақтар ғой, сол жақта бездорожье, джип пикаптардың бәрі производствосы Таиландта болады. Сразу айтып қоямын. Джип пикаптардың бәрі, Тойоталардың да пикаптары сол Таиландтан шығарылады. Сол үшін айлап қойыңыз. Иә, бірақ Mitsubishi Японияның технологиялары бойынша завод, сол жақта заводы өндіріп шығарады осы көліктерді. 21 ғасыр ғой. Бізде алдында осыдан 2012, 13, 14, 15 сонда Lexustер бар ғой, келген 500-тер. Сонда көбісі Дубайдікі дейді да, сол мида қалып кеткен. Білесіз ба, мида қалып кеткен. И бәрі айтады, біз дейді қысты күні дейді жаңағы пешканы 1 сағат, 2 сағат, 5 сағат қоссақ та мұзды еріте алмайды дейді Астанадағы, Алматыдағы жігіттерді. Сондай естідім де мен. Қазіргі уақытқа қарай, қазір сіз енді сол Дубайда, осы Шаржада жүрсіз ғой. Сондай ма, или әлде де сондай ма, или пешкалары, или кішкене өзгеріс бар ма? Айта кететін нәрсе, дұрыс айтасыз, қазіргі уақытта өте көп сұрақ, енді бізде менталитетте қалыптасып кеткен осындай уақытта. Енді ол кезде Араб әмірлігіне арнайы сөйтіп шығарылған көліктер, солай болып шығарылған. Өйткені ол жақта енді ыстық, жыл бойы ыстық болғаннан кейін олардың пештің қосудың қажеті жоқ. Система кондиционирования дейді, ол жақта компрессорлар мықты болады, сөйтіп шығарылған. Қазіргі уақытта өзгеріп кеткен, өйткені бұл көліктерді тек қана Араб әмірлігіне емес, бұлар экспортный вариант бүкіл елдерге арнап шығара береді осы көліктер. Сол үшін системалар бәрі, өйткені олар бір түсінгендері Араб әмірліктеріне баратын көліктер, олар тек қана өзінің рыногына емес, олар экспортқа да шығаратын көліктер болады, өйткені алып сатады. Ол жақта свободная экономическая зона бұрыннан бері налогтан босатылған. Сол жерден осындай көліктер олар біледі, сол үшін осы көліктерді сол жаққа апарып, тек қана солардың рыногына емес, экспортқа да шығаратындай шығарып қойған. Сол үшін ол жақтан еш уайымдамаңыздар, пештері мықты ұрып тұр деген система кондиционирования, одан вообще уайымдамаңыздар, мына жақта суытатыны өте мықты болатын. Жаңағы бір сөзіңізге қызып қалдым да, әттең-ай осындай өзіміздің елде сондай экономический зона қылып, осындай біз анау Таиландқа, Тәжікстан, дамымай жатқан елдерге біз сатып отсақ, бір шейх болып жүрсек, қандай еді. Мейлі ол да келер, Алла қаласа, соған жетейік. Осындай өзіміздің тілімізде, ана тілімізде, бізде енді шетелді көріп жатырық, бәріміз соған қызығамыз. Құдайға шүкір, мен өзімнің осындай бірге жасайтын жұмыскерлеріме өзіміздің ана тілінде түсіндіріп, осындай мықты нәрселерді саналарына ендіріп, ел көріп, осы тірлікті істеп жатқан өте ризамын. Өйткені мақтанатындайымыз бар да. Мен өзім ана тілінде мақтана аламын. Бәріне де айта аламын, қуанамын даже сол нәрсеге да. Өтір осындай үлкен дәрежелерге жете берейік, осындай нәрселерді сізбен біз болып, сондай экономический жаңа зонандай қылып, осы жерден көп инвесторларды әкелейік, осындай нәрселерді істейік. Енді көп бір-біріне байланыса береді ғой ол нәрсе. Соған қарай енді бұл нағыз менің ойымша біздің сол созақ, осы тау толымалаққа мал бағатын, жылқыға, сиыр, қой, бізде көп қой қазір мысалда, основном бізде ауылды жерлерде осы керемет, мысалы бізде бірақ Mitsubishi-ден де таниды ғой, бірақ Toyotаның анау пикаптар бар ғой, мысалы малға мінетін, бұл да екінші соның сорты, бағасының тағы айта кетейік. Бағасы тиімді, енді 100 қойыңыз, 100 сиырыңыз, 100 жылқыңыз болса, мынандай машина сіздерге әрқайсынан бір-бірін сатсаңыз мінесіздер. Так, бұның бағасы, нақты бағасы бізге өшірге алып келгенше, міне бүгін кешке дейін номері шығады, Алла қаласа. Бұның бәрі заңдастырылады. Сіздер ештеңке істемейсіздер, ештеңке қажет жоқ. Келесіздер біздің жұмысқа, келісімшартқа отырасыздар. Біз сіздің сондай тапсырысыңызды аламыз да, сол Араб елінен болмаса, Оңтүстік Кореядан,
енді Америкаға да шығайын деп жатыр. Сол елден сол көліктерді сіздерге рәсімдерін көрсетеміз. Міне осындай көлік, осындай жағдайлары бар деп. И ештеңе істеу қажет жоқ. Сол рәсімді көрсетеміз. Сіздерге қаншаға өшерге бізге қазақстандыққа тұратын бағасына дейін бәрін түсіндіріп береміз. Міне осы ағамнан да сұрасаңыздар да болады. Осы видеоның астында осы кісінің номерін қалдырамыз. Қалай бізбен бірге жұмыс жасасқан үлкен кісі, жасы келген, пенсияда. Ол кісі де 99 жылғы осының шал дей ма, не дейді? Бұл енді немересі, ағасы, ағасы мініп тоздырған, енді оны да сатам дейді. Сол кісінің номерін қалдырамыз. Соған қарай бұлның бағасы өшерге нарықты 18 миллион теңгеге түсті. Жаңа көлік, 0 пробегпен. Біздің өзіміздің сатылып жатқан колесомызда, рынокта, базарда одан жоғары. 20 миллион өлді дегенде 19,5 миллион ары қарай тағы кете береді бағасы көтеріп. Міне сіздерге тиімді ма? Тиімді көріп жатсыздар. Біздегі осы істеп жатқан ісіміз осыншама халыққа, көлікке, қаншама адамға көлікті әкеп беріп жатырық. Тиімді болу үшін. О кісіге де пайда әкелу керек, бізге де пайда әкелу керек. Осындай нәтижеде жұмыс жасап жатырық. Енді сіздердің сұрақтарыңыз, басқа нәрселеріңіз болса, осы видеоның астына комментарға қалдырсаңыздар болады. Біз қазір осы видеодан кейін толық көліктің ішкі салонын, сыртын бәрін тағы видеоларында көресіздер. Сондай бізге осы под ключ дейді ғой, жаңағы кілтке дейін 18 миллионға түсті көлік. Енді курстың ар жағына бер жағына ойнауымен, ар жақ бер жағымен болады кішігірім бірі. Сондай нәрселер бар. Ерке тағы қосарыңыз бар ма, тағы да айтарыңыз? Бұл жаңа көліктерді бізде мысалы жолда осындай көліктерді көрмейсіздер. Бұл жаңадан шығып жатқан көліктер. Бізде өзімізде алған ағамызға да мысалы өзінің ақылдасып, біз өзімізден кеңес беріп, сөйтіп алдыртқанбыз. Енді өте қуанышты өзде осындай көлікті айдағаннан кейін қазіргі уақытта заманауи. Тағы бір айта кететін нәрсе, кеше осы көліктің Ресейде пресс-релиз дейді, соны шығарған, осы көлікті шығарған. Сол кезде олар масс-маркетті Ресей мемлекетіне, клиенттеріне енді шығып отыр бұлар көлік. Сол кезде көрсеткен кезде осы көлікті бәрі ұнатқан. Неге десеңіздер, бағана жол талғамайтын системалар жаңадан енгізілген. Сол бағана светодиодны Ресейге көп барады ғой орыстар. Сол системалар бәрі бар болғаннан кейін панель прибор бәрі андай мониторлар, дисплей ғой ол жақта. Тачскрин дисплейлер бәрі заманауи жасалған. Бездорожье системалары суперселект енгізген, мысалы 4WD да бар. 4WD полностью пониженный, бәрі жасалған. Оның системасын обновление жасалған. Бағана 360 камера дегендер бізде көліктерден көбісі қарап отырсыздар ғой, мысалы Кореяда да өте жақсы енгізіп жатыр. Бұл көлікке де енді биік болғаннан кейін рамный двигатель, рамный көлік дегеннен кейін сондай система енгізгеннен кейін сіз ішінде отырып айналаның бәрін көргеннен кейін сол жақта неге ауыл шаруашылыққа неге айдаған кезде де өте пайда жақсы келтіреді, сол жан-жағын жақсы көрсетеді. Ол үшін технология заманауи кіргізген ғой бұл жақта. Сол үшін олар сіз дұрыс айтасыз, ана балыққа неге ауыл шаруашылыққа қолданған. Оларда біздікіндей той жасамайды, анау қылмайды, шашылмайды. Оларда неге шашылады? Олар охота, өздерінің жандерін жақатында осындай ақшаны жаратып, осындай көліктерді біледі. Соңын орекеңдердің, блогерлері, біз өзіміздің ана тілімізде қазір осы нәрсенің бәрін түсіндіріп жатырық қой. Бәрі нәрсе қаяқтан келді? Toyota қаяқтан келді бірінші? Біздің қазекең білген жоқ, 2-3% білген. Сол орекеңдер осы нәрсені заман бірінші дамытып жатқан кезде осы технология, интернеттің несіне қарай. Солар шығып, осы нәрсені түсіріп, орыстар мақтаған соң орыстардан бері қарай келді. Toyotаны бәрі. Бізде алдында білесіздер, бәрімізде BMW 2D5, Mercedes 2D5, 92-94-тен бастап сондай нәрсе. Енді Toyotадан қойып, Toyota уже қалдырып жатыр. Toyota, Mitsubishi, корейскийге өтіңіздер. Тапсырыс беріңіздер. Тағы да сұрақтарыңызды болса, осы комментарға қалдырыңыздар. Ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Телефон номерлер бар, жаңағы осы көкенің номерінде қалдырамыз. Ол кісіден сұрасаңыздар болады. Қалай келген, көлік қалай екен,
ертең өзі айдап жүреді. Қазір осы кісі бір 2 сағаттан кейін келеді номермен көлігін алып кетуге. Ол міндетті түрде ол кісімен бірге тағы осы видеоларға қосып видео істейміз. Сау саламат болыңыздар ағайын, аман болыңыздар. Жақсы, келесі кездескенше.